Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір ғана заттан осындай сәндікке, тортқа леденс жасайтын боламыз. Яғни қатты конфеттер. Бізге тек қана бір ғана зат керек. Ол изомальт ұнтағы және асты қалың, құрғақ, майсыз, сусыз, таза ыдыс болу керек. Изомальтты табаға салып, отқа қоямыз және изомальтты силиконовый лопаткамен үнемі араластырып отырамыз. Себебі табамызға жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Абай болыңыздар, себебі изомальт денеге, теріге тисе, ол күйдіреді. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Изомальттың барлығын толықтай ерітіп аламыз. Осылай ақ көпіршік болады. Ол изомальтымыз толықтай еріді деген сөз. Мен изомальтқа көк түсті бояу салып, тағы да араластырып алдым. Бізге силиконовый формалар керек болады. Енді осы сұйықтығымызды құйып, барлығын толықтай құйып шығамыз. Енді оған ағаш таяқшаларды орнатып, шығамыз. Өте абай боламыз, теріге тиюге болмайды. Және ыстық кезінде жылдам құюымыз қажет. Енді біз сәндікке бетіне ақ бусинкалардан осылай орналастырып шығамыз. Енді бізге қалған, силиконда қалған 4-5 штук орынға тағы да жасайтын боламыз. Табаны міндетті түрде жуып, ішінде су болмау керек, май болмау керек. Изомальттан салып, тағы да жақсылап ерітіп алатын боламыз. Үнемі араластырып тұру керек, себебі отта тұрғанда изомальтымыз табаға жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін үнемі толықтай ерігенше араластырып тұратын боламыз. Біздің ұнтағымыз толықтай еріді. Мен түрлі түсті қылып жасағым келді. Видеода толықтай барлық процесті көрсеттім. Себебі бұл өте ақырын жасалатын процесс. Бізде сұйықтығымыз дайын болды. Енді мен 2 түсін ақ түсті қылып жасағым келді. Ал қалған 3-еуін қызыл түсті етіп бояйтын боламын. 2 ақ түсті конфетімізді құйып алдық. Енді қалғанына қызыл түсті бояуды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жұмыс жасағанда өте абай болыңыздар. Если терілеріңізге тисе, ол күйдіреді. Қалған бөліктерін құйып шығамыз. Егер изомальттарыңыз қатып қалса, отқа қойып, тағы да ерітіп алуымызға болады. Бірінші жасағанда қиын болуы мүмкін, бірақ аса қатты қиын емес. Барлығын толықтай құйып алдық. Енді ағаш таяқшаларымызды қойып, изомальттарымызды қатырып аламыз.
Енді өз қалауларыңыз, қалай сәндеуге де болады, түрлі бусинкалар қойып шығуға да болады. Міне жарты сағаттай қатады. Біздің леденцы қатты конфеттеріміз дайын болды. Оны түрлі торттарға, украшение жасауға өте керемет, таптырмас идеялардың бірі. Жасап көрулеріңізге болады.